сәлем. Қалың қалай? Жақсы ма? Керемет. Ал бүгінгі менің ертегімді тыңдауға дайынсың ба? Дайынсың ба? Ертегімді бастайын ба? Жақсы. Бүгін бізде ерекше күн. Менің сөремдегі ойыншықтар Микки және оның достары бүгін шытырман оқиғаға дайындалып тұр. Қане оларды ду қол шапалақтап, ортаға шақырайық. Қане бірге шапалақтайық. Микки, Микки, бізге кел. О, Микки келді. Сәлем, балақай, қалайсың? Сәлем, Микки. Өзің қалайсың? Балалар сені экран алдында күтіп отыр. Ертегіні бастайық па? Қане бастайық. Бір түні Микки терезе алдында аспандағы жұлдыздарға қарап отырады. Қараңдаршы, қандай көп жұлдыздар. Ой, анау бір жұлдыз құлап бара жатыр. Ой, құлайды. Ой, бұл не ғажап? Кішкентай жұлдыз ба? Мен адасып қалдым. Достар, тез мұнда. Жұлдыз адасып кетіпті. Жұлдыз адасты ма? Қалайша? Квак. Қалайша адасты? Оған қалай көмек береміз? Аспан биік қой. Аспан биік дейсіңдер ме? Мен шаламын. Мүмкін мен көмектесермін жұлдызға. Осылайша барлығы жұлдызға қалай көмектесеміз деп бір-бірімен дауласа бастайды. Бірі былай дұрыс дейді, екіншісі былай дұрыс дейді. Бірақ бір мәмілеге келе алмайды. Достар, біз бір-бірімізге жылы сөз айтып, мейірім танытайық, дауласпайық. Төйде аю, сенің жүрегің өте жұмсақ. Бақа, сен ақ көңілсің. Тоту құс, сен өте әдемісің. Я, рахмет, Микки. Сен де өте ақ көңілсің. Квак, Микки, рахмет. Біздің бәріміздің жүрегіміз кең. Дұрыс айтасыңдар. Біз бәріміз де қайырымдымыз. Достар бір-біріне жылы сөз айта бастаған кезде жарық көпірі пайда болады. Қараңдар, бұл мейірім көпірі ғой. Біз дұрыс істеппіз. Алақай. Жұлдыз, жүр, біз сені үйіңе қайтарамыз. Бәрі жүгіріп көпірден өтеді. Сөйтіп, Микки және оның достары кішкентай жұлдызды үйіне апарады. Жұлдыздың анасы: рахмет саған, Микки. Сенің жүрегің мейірімге толы екен. Микки болса ұялып: мен жай ғана көмектескім келді. Ал кішкентай жұлдыз Миккимен қоштасар кезде оған кішкентай жарық береді. Бұл сенің мейірімді жүрегіңнің белгісі. Қай кезде де саған жол көрсетеді. Содан бері Миккидің жанында кішкентай жарық бар. Ол мейірімнің жарығы. Егер бізде әрқашанда жақсылық жасасақ, біздің де жүрегіміз жарқырайды екен. Сен, балақай, бүгін кімге жақсылық жасайсың? Балалар да сен сияқты жақсылық жасайды, Микки. Олар да айналасына мейірім жарығын шашатын болады. Жақсы, балақай. Айналаңа үнемі мейірім нұрын төк. Мен сенімен енді қоштасайын. Сау бол. Ал жақсы балалар, келесі кездескенше.